bitch, man. I got this, yeah. Салам достар. Бүгінгі біздің видеомыз отжиманияға арналады. Бұл видеода біз сіздерге отжиманияның адамға тигізер пайдалары мен дененің қай жер бөлігіне әсер ететінін көрсетеміз. Және отжиманияны біз кез келген жерде, кез келген уақытта жасай беруімізге болады. Отжимания осы бүкіл дүние жүзінде кеңінен таралған жаттығулардың түрі болып саналады. Біз сіздерге қазір кәдімгі жай отжиманияны көрсетеміз. Оны қазір Дәуіт досым көрсетеді. Әні осылай ғана жасаймыз. Бұл жай отжимания болып саналады. Қолдары жай ғана қойылған, аяқ бүкіл дене тік тұр. Бұл жай отжимания. Достар, ары қарай жалғастырамыз. Екінші отжиманияның түрі ол ударды қатайту үшін жасалатын упражнение. Рамазан. Осылай денеңізді көтересіз де, қолыңызды үстіге қарай секіртесіз. Сол кезде сіздің ударыңызды қатаюына өте көп әсер тигізеді. Достар, тағы да бір отжимания түрін көрсете кетейік. Ол негізден трицепсқа арналған отжимания түрі. Оны қазір Дәуіт көрсетеді. Егер сіздерге осылай істеу қиын болып жатса, ондай болса сіздер тізеңізді осылай түсіріп істеуіңізге болады. Бұлай істесеңіз, сіздің трицепстарыңыз өте тамаша болып шығады. Сіздер денеңіздегі грудакты жақсы шығаруға арналған тағы да бір жаттығу бар. Оны Рамазан көрсетсін. Оны істеген кезде бұлай істейсіздер. Міне, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Сонда бұл жерде негізінен түскен кезде 4-ке дейін санап түсесіздер, және көтерілген кезде бір ғана санды айтып көтерілесіздер. Бүгін біз сіздерге екі есе тиімдірек качка беруді үйретеміз. Достар, мен қазір сіздерге қалай екі есе качка беруді көрсетемін. Ол үшін бізге осындай 5 литрлік баклажка керек болады. Оның ішіне су, немесе құм толтырып алуға болады. Және егер сумен толтырсаңыз, ол жеңіл болады, ал құммен толтырсаңыз өте жақсы пайдасы болады. Және ол өте ауыр. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мынандай ременді сіздер кез келген сумкадан, ноутбуктың сумкасы немесе алуға болады. Және оны былай аласыз. Қазір сіздерге брусияда қалай істелуін көрсетемін. Тура турниктағыдай осы жаңағы ременьмен суды аласыз. Және брусияға шығасыз да жасай бересіз. Және бұл жерде негізінен трицепске және грудаққа қиылуға көп качка беріледі. Осылай. Және жасаған кезде таза түсуге тырысу керек. Кішкене түсіп тұрып кетуге болады. Осылай. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Біздің видеомыз сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Sauce it down, sauce it up. You too much,